Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Кыз бизнес арнасы. Бұл интернеттен ақша тауарынан канал. Достар, егер де арнаға тіркелмесеңіз тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Видео деген вкладкеде керемет схемалар бар, сол жерден ақша таба аласыздар. Ал мен осы видеомда бастайын. Достар, сіздерге бүгін керемет бот көрсететін боламын. Ол One Referral деп, рубль деп аталады. Бұл жерде старт деген батырманы ең алдынан басамыз. Личный кабинет деген батырманы қарайтын болсақ, для использования бота, пожалуйста, подпишитесь на наш канал деген шығады. Каналдарға вступить етіп, және де подписаться етіп шығамыз. Себебі бұл спонсорскийге жатады. Личный кабинет дегенге қарайтын болсақ, міне, на вывод деп шығады, сонымен қатар вывести деген батырма тұрады. Бұл жерде заработать деген батырманы басамыз. За каждого реферала будешь получать 0,35 рублей дейді. Яғни 10 адам шақырсаңыз, уже 3,5 рубль шығара аласыз. Ол үшін аны копировать ссылку деген батырма арқылы басамыз, достарымызға жібереміз, ол ссылкадан өтеді, кейін сізге 0,35 рубль түседі. Одан кейін не істейміз? Мына жерде қарайтын болсақ, вывести деген батырманы басамыз. Минимальный сумма вывода 3 рубля. Яғни 10 адам шақырамыз, шығарамыз. Яғни өте оңай бот. Арқылы көрсетейін. Старт деген батырманы басамыз. Міне, добро пожаловать деп шығады. Одан кейін чаттарына тіркеліп шығасыздар. Инвесткардың екіншісіне тіркеліп шығасыздар. Одан кейін отзывтарына тіркеліп шығасыздар. Одан кейін мына жерде автомобили деген жер бар екен. Выберите нужный для вас раздел деп шығады. Яғни автомобиль собрать ету, сонымен қатар купить ету деп шығады. Купить автомобиль деген батырманы басамыз. Міне, Жигули 25 рубль тұрады екен, екінші рубльін көрейік, яғни екіншісі 50 рубль тұрады екен. Ал үшіншісі міне 100 рубль тұрады, төртіншісі қарайтын болса 250. Ал ең максимумын көрейік, ол 2000 рубль тұрады екен. Сперва купите предыдущее авто деп тұрады. Яғни біріншісін көрейін мен. Енді купить за деген батырманы басамын. Купить. Вы успешно приобрели Жигули за 25 рублей. Екіншісін басып көрейін. Яғни приоран сатып аламын. Міне, недостаточный денег деп шығады екен. Яғни ақшаңыз жетпесе, бұл жерде автоматты түрде көрсетеді. Яғни мен уже сатып алдым, бұл жерде 50 рубль құйдым. Қарайтын болсақ, бұл жерге қалай ақшаны саламыз. Пополнить деген батырманы басамыз. Одан кейін мына жерде шығады. Выберите удобный для способ пополнения деп шығады. Яғни специально кім кивиден ақша шығарып жүр, соған жасалған арнайы боттың бірі. Kiwi Wallet деген батырманы басамыз. Переведите любую сумму от 10 рублей на данный номер деп тұр. Яғни осы нөмірге, осыны комментарий арқылы саламыз, пересек пополнение деп осы сайттан кіріп, яғни осы нөмірге жіберсек болады. Яғни одан кейін сіздер осы түскеннен кейін сіздерге сразу аккаунтқа жібереді. Мына жерде одан кейін кірейік. Гараж деген батырманы басамыз. Вы еще не состоите в гараже деп тұр. Вы можете создать свой гараж, либо найти того, кто вас пригласит к себе деп тұр. Гараж 10 адамнан аспау керек, оның бағасы 65 рубльдан тұрады екен. Сонымен қатар мына жерде ойындар бар екен. Lucky Chest, сонымен қатар Roulette деген. Яғни қарайтын болсақ Lucky Chest көрейік. Бұл жерде осындай табасыздар. Яғни 1 рубльден 250 рубльге дейін, яғни бұл жерде ойнатылады. Сонымен қатар выигрыш делится, міне, қарайтын болсаңыздар, выигрыш 50%, вероятность дейді, вероятность проигрыша 50%. Яғни 50 на 50 ойнай аласыздар. Но бірақ оған ешкім, яғни кепілдік бере алмайды. Сонымен қатар обмен деген батырманы басатын болсақ, бұл жерде қарайтын болсаңыздар, міне, 1000 электричество 1 рубль тұрады. Минимальная сумма продажи 1000 электричество, яғни энергия жинау арқылы біз рубль жинаймыз. Рубльді ол выводқа келіп жинаймыз, выводтан келіп шығарамыз. Яғни солай болады. Бұл жерде энергия жинау үшін бұл жерде не істейміз? Жаңағы автомобили деген жерден собрать электричество деген батырманы басамыз. Міне, менде осындай бар екен, собрать 1,43 деп тұр. Вы успешно собрали деп шығады. Яғни сол жерден жаңағындай осы жерден 1000
яғни электричество жинағаннан кейін мен 1 рубль яғни жинаймын, одан кейін шығарып отырамын. Одан кейін мына жерде друзья деген батырманы тыңдайтын болсаңыздар, за приглашение друзей вы получаете 0,30 рублей деп тұр. Яғни сонымен қатар 10% депозиттік не бар екен, яғни салғанға достарыңызға. Сонымен қатар мына ссылка арқылы сіздер скопировать ссылку деу арқылы достарыңызды шақыра алады екенсіздер. Профиль деген батырманы басамыз. Бұл жерде вывести деген батырманы басамыз. Вывод невозможен. Себебі на вашем балансе не хватает средств для вывода. Минимальная сумма бұл жерде 15 рубльден басталады. Доход деген батырманы басатын болсақ, мен количество 2 Жигули алыппын, суммарный доход электричество в час 40 энергия дейді. Яғни есептейтін болсақ, қазір сіздерге есептеп көрсететін боламын. Достар, міне сағатына 40 болатын болса, біз 24 сағатқа көбейтеміз, 960, 31 көбейтеміз, бөлеміз 1000 энергияға. Сонда 29-да 76, яғни рубль таба алады екенбіз. Үстінен 4-те 76 рубль, примерно бір 10-15% үстінен көре алады екенбіз. Даже одан да көп. Яғни достар, бұл керемет боттардың бірі. Осыған тіркеліп, ақша салып тауа берсеңіздер болады. Арнасы бұл интернеттен ақша тауға арналған канал. Сіздермен болған мен, Казбизнес.